Сәлем достар, бүгін біз сіздермен спагетти болоньезе жасаймыз. Бізге 300 грамм фарш, 2 сәбіз, 1 пияз, 1 редька, қалағаныңызша чеснок, сельдерей керек болады. Оның бәрін майдалап видеодағыдай 4 бұрыштығып тураймыз. Бір қасық томат пастасын саламыз. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен тәтті паприка қостым. Жерде су қосамыз, дәміне қарай тұз саламыз, укроп, петрушка, лавровый лист саламыз. Енді кастрюльге су қайнатып, кеспесін пісіреміз. Осымен біздің спагеттиміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.